Құрметсіңдерме, құрметті оқушылар. Дүниетану сабағы 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы туристің қайда саяхаттағаны дұрыс. Қазақстан аумағында көптеген тарихи мәдени ескерткіштер бар. Солармен қазір бірқатарымен танысып өтейік сіздермен бірге. Республика аумағында негізінен 25 мыңнан астам тарихи ескерткіштер бар. Астана қаласы тарихи мәдени орталықтарда кем емес. Сонымен қатар негізгі орталықтар бойынша тоқталатын болсақ, ол біздің негізгі бірінші Қазақстанның Шығыс Қазақстан аймағы. Шығыс Қазақстанда Абай мен Шәкәрімнің Қозы көрпеш баян сұлу кесенесі орналасқан. Ал Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағына келетін болсақ, бізде әйгілі Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан. Тараз қаласында Айша бибі мазары орналасса, және Алматы маңында өзіміз білетін Есік қорғаны табылған. Және мынау тұрған Қызылорда облысында Қорқыт атаның кесенесі орналасқан. Сонымен қатар республика аумағының орталық Қазақстанда Жошы ханның мазары орналасқан, және солтүстік Қазақстан Бурабайда Абылай хан мен Кенесары ханның ордалары орналасқан. Сонымен қатар Сырымбет өлкесі қазақтың тұңғыш этнограф ғалымы Шоқан Уәлихановтың туған жер болып саналады. Ал республикамыздың батыс аймағында, батыс Қазақстанда Сарайшық қаласының негізгі қалдықтары орналасқан. Сонымен қатар осы аймақта Қасым ханның бейіті орналасқан. Жалпы Қазақстан жері тарихи ескерткіштерден кенде емес, бірақ оларды ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдырып, дәстүрлі жаңалығын тоқтатпай сақтау, бұл әрине болашақ жас ұрпақтың қолында. Балалар, суреттерге назар аударайық. Суреттердің қайсы тарихи, мәдени, қайсы табиғи және тәуіп ету туристік нысандарына жатады? Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Жұмбақтас, Абай Құнанбаев, Шарын шатқылы, Медеу мұз айдыны, Қозы көрпеш баян сұлу. Балалар, саяхат деген не? Саяхатқа шығып серуендеген сендерге ұнайды ма? Саяхатқа шығатын адамдарды кім дейді? Турист саяхатқа шығу үшін не қажет? Еліміздің ең көрікті жерлері. Бейне материалды тамашалайық.
жарнамалық буклет. Оқушыларға Қазақстанның табиғи су нысандарын жайлы жарнамалық буклет жасауды ұсынып отырмын балалар сендерге. Каспий теңізі, Балқаш көлі, Алакөл. Тапсырма: туристік компанияға атау беру, су нысанасының ерекшелігін көрсетіп, жарнама буклетін жасау. Яғни Каспий теңізіне немесе Балқаш, болмаса Алакөлге өзіміз жарнамалаймыз. Тапсырма балалар сендерге: Қазақстанның кескін картасынан Каспий теңізін, Алакөлді, Балқаш көлдерін тауып белгілейміз. Сонымен балалар, туризм саласындағы су нысандарының рөлін түсіндірің. Қазақстанның туристік су нысандарының рейтингісін құрдың. Мен Қазақстанның тарихи орындарына саяхаттағым келеді. Ал мен денсаулығымды сауықтыруым қажет. Мен табиғатты әсем жерлерін аралап көргім келеді. Ал балалар, сендер қайда барғыларың келеді? Қай жаққа саяхаттағыларың келеді? Өз ойларыңды айтып, бөлісіп отырыңдар. Балалар, қазір отыр өзіміз кеменің суретін саламыз. Егер саған сабақ ұнаса, және тапсырманың барлығын сәтті орындаған болсаң, желкенді жасыл түске бояйсың. Егер саған сабақта белгілі бір қиындық кездестірген болсаң, желкенді сары түске бояйсың. Егер саған сабақ барысында тапсырмалар орындау қиын болып, мұғалімнің көмегі қажет болса, желкенді қызыл түске бояйсың. Жарайсыңдар балалар, сабаққа өте жақсы қатысып отырдық. Сау болыңдар.